Осы сабағымызда біздер React приложение істеп шығамыз. Осы жерде расходымыздың атын кіртеміз. Мысалы, кофе деп жазамыз. Кофе. И неше сом расход кеткені соған кофеге. И бұл қандай категорияда расход? Мысалы, кофе бұл ауқат расхода, еда деп. Добавить еткен уақытта мына жерге қосылу керек расходтың аты. Оны удалить ете аламыз, редактировать ете аламыз. Очистить десек те болады кейіннен. Осыны мен mockdev деген fake IP мен бірге істеймін. mockdev деген сайтқа кірің. Осы жерде бізде регистрация қылып болғаннан кейін create project дейсіз. Create project'ін қадейінше ат жазсаңыз болады. Атын жазып, мен end деп жазып қойыппын. Осы жерде расходлар деген жаратамыз. Create resource деп расходлар жаратасыз. Expenses деп. Пустой қалдырсаңыз болады. Я мысалы генератордан пайдаланып өздеріңіз жаратсаңыз болады. Мына жерде нешеуін жарату керек екенін айтсаңыз болады. Осы жерде мысалы мынандай қылып жаратып береді. Save деген бассаңыз сохранить етіледі. Мынаны жазуды ұмытып кетпең. Менде алдынан сохранить етіліп тұрыпты. Осыған доступ болатын болсам, мен мына ссылканы кіртуім керек. Мынандай ссылка болады. И /expenses деп ссылка арқылы доступ аламын. Сондай біздерге массив келеді. Осы приложениені бэкэндпен жалғап істеп көрейік баста. Әмі UI әмесі таяр тұрыпты, форма қосатыны, data table'ы әмесі тайын тұрыпты. Осыны істейміз енді, бэкэндпен жалғаймыз. Баста маған малыматларды келсін, малыматлар келген қалеймін. Data table'дың ішіне келсесін. Оның үшін баста store жаратып аламын. Use expense store. Import қылып алуым керек Zustant'ты. Бұның бәрін Zustant'пен бірге істейміз. State management from Zustant деймін. Export const use expense store create деймін керек. Осы жерде мынандай қылып жазсам болады. Set бар, get set деп тұрайық па, баста. Малыматларды сақлап қоятын бір массив жаратайын. Expenses расходларды сақлап тұратын. Қазірше ол пустой болады. Енді осыны малыматларды алуым керек, расходларды алуым керек. Оны мен fetch expenses деп жазамын. Ол асинхрон функция. Fetch деймін. Try catch'тің ішіне салуым керек. Егер ошибка болса, ұрсылам керек. Console log error деймін. Set ошибка болса, мынаны тазала жібер деген. Expenses'ті пустой қалдырамыз деген. Мынандай қылып жазсам болады. Access керек болады бэкэндтен запрос салу үшін. Соның үшін const response бэкэндтен жауап келсін. Await деймін, күтіп тұр. Access'ті аламын. Get запрос. Осы жерде адресін жазуым керек. Expenses деп. Адресін копиялить етіп жазып аламын. Сөйтіп set қойым керек. Егер дұрыс келген уақытта expenses res.data деп қоямын. Fetch expenses деген жаздым. Минимал істейтін затымыз енді. Осыны енді таблицада шақырып көрейін. Таблицада. Қазір таблицада өзім fake data беріп қойыппын. Бұлай items деп, data table деп. Онынан алып тастасам да болады. Керек емес fake data. Пустой болып қалады. Міне. Қазір ошибка тастап тұрыптым. Мынаны себебі data table'дың ішінде undefined тастап тұрғанымыз үшін. Бұны пустой массив қалдырып тұрайын. Пока что пустой массив болып тұрсын. Міне, енді істеді. Енді малыматларды алуым керек бэкэндтен. Мына малыматлар келсін. Осы малыматлар келуін қалайтын болсам, былай жазуым керек. Store'дан пайдаланамын.
const deyman. Expenses edi bu. Use expenses store. Fetch expenses degan yozaman. Durish yozim kerak. Fetch expenses deganda. Fetch expenses. Bir marta chaqiruim uchun men uni flash use effect orqali silayman. Bir marta backenddan silay uchun. Fetch expenses bir marta. Expenses da chiqarim kerak mana yerda. Expenses. Mana bunday berib qo'ysam da bo'ladi, bermasam da bo'ladi. Qani, buni ma'lumotlar kelib turgan joqqa ko'ring. Shawarma, frukti. Shawarma, frukti deb kelib turibdi mana. Backendda da o'sinday, bizlarda da o'sinday bo'lib kelib turibdi. Endi uni добавить etuvni o'rganamiz. Redaktировать etuvni, удалить etuvni o'rganaylik. Pastda qo'shuvni o'rganaylik. Qo'shатын bo'lsak bizlarga name amount category deb qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mana yerda items deganda olib taslasam bo'ladi. Hozir table'ning ishini chaqirib turibman. Shuning uchun ma'an kerak emas. Items deb beru up.jsxning ishini. Tek, ma'lumotlarim keldi. Bunday qilib sizladim. Ne? Fetch expenses deb asyncron funksiya get запрос sizladim. Response keldi, atvet keldi. Atvetning ishindagi datani olib jo'radim. Set expenses deb. Endi toza ma'lumot qo'shuvni o'rganaylik. Mana yerda bo'ladi. Mana figurni skoplardan ajratib ketdim. Tak, create expense deb yozay. Expense. Bo'ldi, asyncron. Try catch deng ishni salim kerak. Ben ko'chirib olsam da bo'ladi. Try catch. Expenses degan adresni endi bu yerda data oladi, form data oladi desam bo'ladi. Ma'lumot oladi. Son ma'lumotni tashlab berim kerak. Form data deb tashlab berim kerak. Bu yerda post запрос bo'ladi. Post bo'ladi. Agar xatolik bo'lsa, birdan xatolik bo'lsa, tek Burada tashlab bergan. Nav kerak emas. Запрос durus istese, men bunani fetch expensesni bir marta tag'i chaqiruim kerak bo'ladi. Bir marta create expense bo'lgan vaqtda. Onu qaytib istesam bo'ladi. Bu yerda get degan setning qasına get deb yozib get. Yerda get chaqiraman. Fetch expenses desem bo'ladi. Bir marta chaqiradi. Getdi. Najiga get deganni qo'yaman. Сөйтіп, запросты qaytadan tashlab juraman. Jaratib bo'lgandan keyin birden ko'rish uchun. Konsollikda text statusini chiqarib qo'ysam bo'ladi ekan. Bu kerak emas. Men olib taslasam da bo'ladi. Formga kiraman. Endi use expense store'da chaqiruim kerak pastda. Use expense store. Bunun ishini bizlar create kerak bo'ladi. Create expense. Basta ko'ring, konsolga chiqarib, mana yozgan zatlarim konsolda qaytib chiqatini ko'ring. Добавить degan basgan vaqtda konsolda quruq chiqsin-da, usini chiqarib ko'ring. Na ошибкаларga e'tibor bermang. Konsolda chiqarib ko'ramiz. Добавить degan vaqtda mana albatta sifrlar konsolda chiqu kerak. Usini chiqarib ko'ramiz basta. Onun uchun state yaratishim kerak. Name, set name, use state. Amount,
set amount use state ол 0 болып тұрсын. Const category set category use state'ті баслangıç мәнісі бірінші болып тұрған еда болсын. Баслangыч мәнісі бірінші болып тұрған еда болады. On submit деген басқалықта консолда тек мына жазған заттарым шығу керек. Оның үшін контрольный input қойым керек. Бұл жерде name болады. On change деймін. Е алым керек. Set name. Е target value. Осылардың бірде тез-тез жазып шығайын. Мынандай қылып жазып шықтым тез-тезден. Енді добавить дегенді басқан уақытта консольға шығу керек. Оның үшін қараң, мына onClick дегенді істемеймін, формаға барамын. Function деймін, onSubmit. Бұл жерге onSubmit деймін. onSubmit'тің өзін жазсам болады. Handle submit десем де болады, farқы жоқ. Handle submit дейік. Мынаны басқан уақытта type submit деген жазуды ұмытпаң. Type submit'ті басқан уақытта істеу керек. E деген болу керек. Prevent default. Мына submit деген басқан уақытта перезагрузка болып кетпеу керек мына формамыз, бетіміздің. Енді тек консолда шығарып көрейін. Console log деймін. Name, mount, және category. Тек консолда шығарамын. Ашамын, жазайын. Мысалы, деген бір зат жазсам болады. Transport. Добавить деген басамын. Міне, шығарып берді консолда. Енді осыны create expense пен жалғаймын. Create expense дегенім онымен жалғауым керек. Const form data деймін. Бұл жерде name, amount, category деген бар. Осыны жазайын. Name. Бұл жерде nameға тең. Amount'ым бар. Бұл жерде amountқа тең. Category. Бұл жерде категорияға тең. Осындай қылып болып, create expense'ті аламын. Form datаны беріп жіберім керек. Form data дегенді бердім. On submit болған уақытта мына функциялар істейді. Form data деген жаратылады. Сөйтіп form datаны create expense деген функцияны шақырады. Create expense мына жерге мынандай қылып жіберуіміз керек болады. Await post дегенмен. Post дегеннен кейін жақсы істеп болғаннан кейін, ответ келгеннен кейін get запросын істеуім керек. Таза мәліметті алуым керек. Оның үшін мына жерге get деп жазып, fetch expenses деп жазамын. Қане, расход қосып көрейін мысалы. Шоколад 17 мың сом. Бұл едаға кіреді. Добавить дегенді басамын. Бірден қосылды. Қосылғаннан кейін енді мына жерде инпутларын тазалану керек. Соның үшін таза бір функция жаратып алайын. Мына жерде const unclear деген. Unclear. Мыналар тазалансын. Set onClear. Мынаны басқан уақытта тазалансын. OnClick. OnClear. Жаратып болғаннан кейін тазалансын. Жаратып болғаннан кейін тазаланады. Енді қайттан жазып көрейін. Кітап деп.
расходыма ол жерге 37 мың деймін, образование деймін, добавить дейін басамын. Қосылды, мына жерде инпуттарым тазаланып кетті, алдыңғы қалатыны келді. Енді бір зат жазсам, очистить дейін басқан уақытта тазаланады. Мына жерде кішігірім баг шықты, қараң, очистить дейін басқан уақытта таза зат, пустой зат қосылып кетіп отырыпты. Не үшін қосылып кетіп отырыпты? Себебі мына жерге type button деп көрсетпедік. Type button деп көрсетуіміз керек. Енді очистить дейін басқан уақытта қосылмайды таза зат. Егер есі type деп жазбасаңыз, мына жерде type submit деп ойлап кетеді. Соның үшін type button деген қосуды ұмытпаңыз. Енді осыны істедік, таза затты қосуды істедік. Енді удалить етуді үйренейік. Delete expense деген істейік. Delete expense. Бұл да асинхронный. Удалить ету үшін мен ID керек болады. Әрбір элементтің ID-ін аламын. Ол да try catch-тің ішінен саламын. Бұл жерге енді қараң, form data емес, мынаны backtick деген аламын. ID-ін тастауым керек. Удалить еткеннен кейін таза базадан запрос тастауым керек. Delete expense. Delete expense-ті енді мен data table-дің ішіне шақырамын. Delete expense деймін. Delete expense. Удалить басқан уақытта on click деймін. ID-ін тастауым керек. ID-ді мен item expense item-нан аламын. Item.id. Удалить етіп көрейік. Мыналарды удалить етеміз. Ошибка деп тұрыпты, көрейік. Бұл ресурс жоқ деп тұрыпты біздерде. Мынаны удалить етіп көрейік. Бұл ресурс жоқ деп тұрыпты біздерде. Не үшін көреміз? ID-ді қайта тастап отқан болуымыз мүмкін. Түсіндім. Мына жерде қараң. Удалить ету пост запрос болмайды. Соның үшін пост запрос істеп тұрсаң деген. Мына жерге барамыз, қараң. Бұл жерде пост деп қойыппын, пост. Оның орнына пост емес delete болу керек. Delete деймін. Енді қайттан удалить етуді көреміз. Удалить деген басамын. Удалить басамын. Жоқ болады. Удалить деген басамын. Жоқ болады. Біріншісінің жоқ удалить етейін. Удалить етілді. Енді қараң, білмей қалып басып қойуымыз мүмкін. Сол білмей қалып басудың алдын алуымыз керек. Соның үшін data table-ға кіремін да, мысалы, бір функция жаратайын, on delete деген. If деймін, confirm деп жазамын. Точно удалить деп жазуым керек. Точно удалить. On delete'ім ID-ді алады. Егер true болса, мынауым істеуім керек болады. Delete expense. Осы жерге ID-ні тастап жіберемін. Енді on delete деген функцияны мынандай қылып беремін. On delete. Мына жерге бердім. Енді confirm деп сұрайды. Бассам, міне қараң, удалить деген басамын. Точно удалить деп сұрайды. OK деген бассам, удалить етіледі. Добавить етейік енді. Book. Образование. Добавить. Удалить деген басамын. Осындай қылып істейсіз. Енді редактировать деген басқан уақытта мына жерге мәністер түссін. Осы жерге түсу керек. Мына жердегі жазу редактировать деген өзгерсін. Редактировать деген істеуім керек қазір. User expense-ге кіремін да, қараң. Edit data деген жаратамын. Edit data. Баслангыш мәнісі 0 болсын.
баштангыч мааниси 0 болсун. Және update expense и өзгертетін мааниси коюм керек. Set баста өзгертетін мааниз edit data. Мына жерде ол асинхрон болмайды. Expense да алады. Expense тек мындай кылып коелу. Set edit data мына бол тең болады expense-га. Сөйтіп функция жаратуым керек. Update деген update expense ол асинхрон. Оның ішінде ID болу керек и form data болу керек. Form data. Түр коюуду унутпайман. Және мындай жаратып алайын. Тең үлкен деген row function кылуым керек. Try catch теңшіне саламан онда. ID болу керек. Енді form datаны жіберім керек. Form data. Мына жерге patch деймін. Patch деген коямын. Patch. Өзгертуім үшін patch дегенді коюм керек. Сөйтіп, өзгертіп болғаннан кейін мына set edit data nullға айлансын. Тазалансын деген. Edit datаны тазалану керек. Так, data table'ға кіремін. Мына функцияны шақырама, set edit data деп. Он клик болғанда set edit data мына жерге шақырым керек. Тұр деймін. Set edit data. Бұл жерге expense алады. Expense бұл item. Item'ды алады. Формама кіремін. Форманы ашамын. Edit datаны алым керек бұл жерде. Edit data. Просто баста edit datам консолда шығарып көрейін. Арыстаным шығама, шықпайма. Қайсы мағлұмат өзгертетін edit data деймін. Басаман. Консолда ашым керек. Редактировать деймін. Шоколад amount категорий әмес шықтырыпты. Редактировать деймін. Нала шықтырыпты. Дұрыс деп тұрыпты. Міне басаман былай шықтырыпты. Енді осыны істейміз. Егер edit data бар болса, редактировать деген сөз шығу керек. Егер жоқ болса, добавить деген болу керек. onClear дегенге set edit data. Бұл жерде тазала жіберек. Null қойылсын. Null. Сондай қылып істедім. Update expense дегенді алуым керек. Формның ішіне және create'тің қасына алып қойын. Update expense. Егер деймін, if edit data бар болса, create expense болсын. Жоқ болса create expense болсын. Болмаса update expense. Бұл жерде edit dataның ID-і және form dataның өзі болу керек. Енді маңыз қойым керек. Баста use effect. Edit data өзгерген уақытта if деймін. Edit data бар болса, егер edit data бар болса, мынандай болып істену керек. Так, мынаны копиялап қойып жіберемін мынандай алып. Edit data деп қойым керек. Edit data.
edit data. Әр edit data өзгерген уақытта майнустер қойылады. Так, қараңыз. Мынаны басаман, не? Редактировать деймін. Кітап деген қойылды. Редактировать шоколад қойылып жатыр. Кітап қойылып жатыр, шоколад. Категориясы да өзгеріп жатыр. Көрдіңіз бе, мына жерде образованиеге басқандықта образование деп өзгеріп жатыр. Енді маған консоль керек емес. Консоль edit data дегенім. Консольды шығарым керек емес. Өзгертіп көрейін қазір. Кітап дегенді алдым, ID-ін. Мысалы, кітап 2 деген қосамын. Редактировать дегенге басамын. Кітап 2 деп өзгерді. Шоколад емес, бұны банан деп өзгертіп көрейін. Ценасында өзгертемін. Редактировать деймін. Өзгерді. И clear болды. Редактировать деймін. Бұл жерде образование деп несін өзгертемін. Образование өзгерді. Транспорт деймін. Транспортқа өзгерді. Осындай қылып істейсіз. Бұл хамесі крут деніледі. Create, read, update, ham delete. Жаратуды үйрендік. Өшіруді, редактировать етуді үйрендік.